Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз және сабағымыз көңілімізден шығатындай көңілді өткізу үшін ең бірінші бір-бірімізге психологиялық план, яғни бір-бірімізге тілек тілейміз. Ең бірінші өзім бастайын, сендерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік, бүгінгі сабақта өзіңнің мақсатыңызға жетіп, өзіңіздің көңілден шығатындай өткізейік. Ал енді бір-бірімізге жұп-жұптан бір-бірімізге тілектерімізді айтайық. Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Саған сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта белсенді қатысып, сабақтың мақсатына жетуіңе тілектеспін. Мен саған барлық жағдайлар болсын. Мен сабаққа сәттілік тілеймін. Мен бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін және күнің жақсы өтсін. Сабақты бүгін көңілді өтсін. Бүгінгі сабағымыз белсенді қатысып. Бүгінгі сабағың жақсы өтсін деді. Бүгінгі сабағына қатысып. Мен де кішкене көтеріп алдық, енді бүгінгі жаңа тақырыпқа көшпестен бұрын бәріміз экранға қарасақ және не көріп тұрмыз экранда, сол туралы айтсақ. Адам қаншасы, бұлшық, тағы, кальций, химияда кальций білеміз ғой, кальций. Не ол? Витамин? Кальций жетіспесе не болады? Сүйектің мықтылық қасиет беретін бұл бізде кальций. Яғни бүгінгі енді осы суреттерге қарап тұрып, бүгінгі тақырыбымызды ашып алайықшы. Бүгінгі тақырыбымыз неге байланысты? Адамның қаңқасы. Дұрыс. Енді бүгінгі тақырыпқа көшетін болсақ, бүгінгі біздің тақырыбымыз адамның қаңқасының құрылысы, тірек қимыл жүйесінің маңызы мен қызметі. Бүгінгі сабақта біздің басты мақсатымыз тірек қимыл жүйесінің маңызы мен қызметін білу, қаңқа бөлімдерін атап білу, яғни әрбір сүйектің түрлерін біз ажырата білуіміз керек. Бүгінгі біз егер осы мақсатты жетсек, бүгінгі тақырыбымыз біз түсінікті болады деп сенемін. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын бірінші бағалауды түсіндіріп өтейін. Бүгін біз Каспий Голд әдісі арқылы өтеміз. Каспий Голдты білеміз ғой бәріміз, Бүгінгі тапсырмаларда бізде бүгінгі жаңа тақырыпта бір топтық жұмыс, бір жұптық жұмыс және жеке жұмыс болады. Бүгінгі біздің тапсырмалар. Және біз бағалауда осындай карточкалар таратамыз, сіздерге Каспий Голд карточкаларын. Және де экранға қарасаңдар, әр балды мен 1 балды 100 теңгемен, 2 балды 200 теңгемен, яғни ақшамен айырбастаймыз. Яғни сіздер ақша жинақтайсыңдар, сабақтың соңында ақшаны менімен балға, ұпайға не істейсіздер, айырбастайсыздар. Аударыңыздар, бүгінгі жаңа тақырыпқа кіріспе жасаймыз. Ең алдымен бірінші мен сіздерге видео материал көрсетемін. Экранға қараймыз бүгінгі тақырыпқа байланысты. Олар бүкіл денеге тірек бола отырып, дененің әлсіз жерлерін зақымданудан сақтап, адам қозғалуына мүмкіндік береді және бұлшықеттердің қосылу нүктелері болып табылады. Ми сауыты миды қорғап тұратын ондаған сүйектерден тұрады. Кеуде, жүрек, өкпе сияқты маңызды мүшелерді қамтиды. Біз көптеген омыртқа сүйектерінен тұратын омыртқа жотасының көмегімен аяқпен тік тұра аламыз. Біздің қолдарымыз көптеген сүйектерден құралған. Иықтың бір бөлігі болып табылатын жауырын иық сүйегімен байланысқан. Иық сүйегі өз кезегінде шынтақ буынында білектің екі сүйегімен кәрі жүрек және тірек қимыл жүйесінің қызметі, негізгі қызметі ағзаға тірек болу, қозғалысты қамтамасыз ету, ішкі мүшелерді қорғау, зат алмасу және қан жасушаларын жасау. Жаңа айттық біз, тірек қимыл жүйесі негізгі 2 бөлікке бөлінеді. Яғни қаңқа сүйектері және қаңқа бұлшықеттері. Ал енді бүгінгі біздің мақсатымыз осы қаңқа сүйектерін білу және сүйектердің қаңқа бөлімдерін біз атап білуіміз қажет. Жалпы адамның өзіміздің қаңқа бөліміміз бас бөліктен тұлға және аяқ қол бөліктерден, яғни 3 бөлікке бөлінеді. Қарастырған кезде біз бас бөлімі, тұлға бөлімі және қол аяқ бөлімі деп қарастырамыз. Бас бөлімі өздерің білетін, жаңа біз айттық қызметіне келген қорғаныш қызмет атқарады деді,
Бас бөлімінде ми бөлімін қаптап тұрған сүйектер және бет бөлімін қаптап тұрған. Яғни сыртқы ортадан бізді қоршап тұратын, ми бөлімін қоршап тұратын сүйектер және бет бөлімін қоршап тұрады. Яғни бетіміздің өзі үстіңгі жақ және астыңғы жақ болады, иә? Біз шайнау қызметін, мысалы, біз бұған дейін ас қорыту жүйесіне өттік қой, сол кезде шайнау процесі бар еді, иә? Біз асты жұртқан кезде. Міне сол қызмет атқаратын үстіңгі және астыңғы жақ сүйектері. Келесі бізде тұлға. Әрине тұлға ол біздің кеудеміз. Кеуде сүйектеріне қабырға сүйектері және омыртқа сүйектері жатады. Омыртқа сүйектерінің өзі сегменттерден тұрады. Осындай. Көрген шығасыңдар, иә? Жануарларды. Сиырдікі, қойдікі, мен айттым осындерге. Біздің сыртқы организміміз сүтқоректілерге ұқсас. Сол сияқты омыртқа сегменттерден тұрады, яғни 31 сегменттен тұрады. Мынау көріп тұрғандар 31 сегменттен тұрады, кішкене қысқа сүйектерден. Одан кейінгі бізде аяқ, қол сүйек. Сабақ тақырып түсінікті болса, қазір біз алғашқы тапсырмамызды бастаймыз, яғни жұптық жұмыс. Мен сіздерге үлестірме карточкаларын таратам. Бұл жерде бізді осы карточкаларда жаңа айтылғандай сүйектерді істеуіміз керек, анықтауымыз қажет, қандай сүйектер орналасқан. Жұптық жұмыс. Сендерге, иә? Сол сүйектің, тура сол сүйектің атауын болдық па? Болса, маған қараймыз. Сұңқар, ауыздарында жұмыстарымызды тексереді. Мен қазір бәріміз ауыстырдық қой жұмыстарымыз, иә? Енді экранға қараймыз. Экранда тапсырманың берілген және де мына жерде дескриптор берілген, қанша дұрыс кезінде, мысалы қараңдар, бұл жерде 6 тапсырма болды, иә? 5 пен 6 дұрыс болса 2 балл, 3 пен 4 жауап дұрыс болса 1 балл, егер 2 дұрыс болса, әрине ол жерде балл жоқ. Енді өздеріне қайтарып береміз, өздерінің қателескен жерін, немесе балдарын көру үшін. Ал енді балдарымызды жазып берді ғой, иә? Сол балды жаңа берген Каспий Голд карточкамызға жазып аламыз. 2 балл жинасақ 2 балл, 1 балл жинасақ 1 балл. Топтық жұмыс, біз қазір 4 топқа бөлінеміз, иә? Топтық жұмыста мен сіздерге қима қағаздарын беремін, яғни адам қаңқасының қима қағаздары, сіздер сол қима қағаздан моделін жасайсыздар, А3-ге. Және сол моделін жасайсыңдар. Бірінші, иә, скелеттің моделін, қаңқаның. Одан кейін ары қарай атауларын, сүйектердің атауларын және қандай бөліктерге бөлінеді, соны атап көрсетесіңдер. Келген не жасау керек, не орындау керек, міндет дескрипторда көрініп. Қалай ма? Сосын атаулар міндетті түрде жазамыз, жарай ма?
Атауларын міндетті түрде қасына жазамыз. Көрнекті ручканы. Жауын бар. Жарайды, отырамыз. Бітсек, енді бірінші топ, топпен екінші топ жұмыстарын ауыстырамыз. Үшінші топпен төртінші топ. Әкемге ауыстырамыз. Атауларын міне, әліге қараймыз. Бәрі маған қараймыз. Дискрипторге мән беріп, сол бойынша бағалаймыз жұмыстарын. Апайықтар дұрыс. Атауларын жазып бермейді. Бағаладық па? Бағаладық па? Екі бал, үшінші топ. Жоқ, сендердің топқа қалай екі бал жинақтап, сіздер бір бал. Онда карточкаларымызға бағаларымызды түсіреміз. Екі балымыз 200 теңге, бір балымыз 100 теңге. Яғни, жаңа сіздер, мен сабақты сендерге кіріспе түсетінде сүйектің пішініне айттым, пішіндер. Енді қазір сіздерге жеке жұмыс, кестеге сай, ұзын, қысқа және жалпақ сүйектерді атап көрсетесіздер. Жеке. 3 минут уақыт. Тез-тез. Жұбымызбен жұмыстарымызды ауыстырамыз, өйткені мен қазір сіздерге экранда дұрыс несін көрсетемін, және сол дискриптор арқылы бір-бірімізді не істейміз, бағалаймыз. Келістік па? Ауыстырдық қой? Ұзын сүйектерге қол аяқ сүйектері, қысқа сүйектерге омыртқа сүйектері, саусақ, башпай сүйектері. Жалпақ сүйектері жауырын, бас, сүйек, көз сүйектері және жамбас сүйектері жатады. Каспий голдымызға ашамыз. Теңгелерімізді, тапқан теңгелерімізді жазамыз. Кім 100 теңге тапты, кім 200 теңге тапты. Кәне, дұрыс жазатыныз бар. Карточкаларын. Теңге мане? Айтым ғой, теңгелерін жазасыздар, сосын мен ақшаларымды маға бересіңдер, мен сіздерге баға береді, бал береді. Келесі тапсырмаға, бұл тапсырмамыз бізге жеке тапсырма дәптерде орындалды, өйткені бұл тапсырма біздің өмірде көріп жүрген, немесе өзіміздің басымыздан өткен шығар, немесе досымыздың, туысымыздың, яғни сүйек сынық туралы естідіңіз ба? Сүйек сынғанда, көрген шығармыз көзімізде, мен көріп өзімізде болатын жағдай, ол қолайсыз
қозғалыс жасаған немесе футболмен ойнаған қандай ситуацияларда болады ол жағдай? Құлаған кезде тағы қандай сынықтарды естіңдер осыған дейін? Қандай өмірде? Қайырып алған бар тағы шыққан, иә? Сүйектің орнынан тайып кетуі, тағы сынуға байланысты. Аяқ сүйектері сынуы мүмкін, қол сүйектері. Қазіргі қыс айында бұл өте жиі кездеседі, өйткені аяғының тайып құлауы, иә? Мысалы, немесе спортпен айналысқанда кездеседі. Енді сіздерге дәптерлерімізді ашамыз. Бұл тапсырма сынық, яғни адам қаңқасында зақым келгенде, яғни зақым келді деген ол қаңқасында сүйектің сынуы, иә? Шығуы немесе сынуы. Сүйектің шығуы деген ол сүйектің орнынан тайып шығып кетуі. Ал сынуы кәдімгідей сүйекке зақым келу. Енді осы жағдайда алғашқы көмек туралы ситуацияға немесе досымыз, туыстарымыз неткен кезде алғашқы көмек қалай берілу керек, иә? Біз әрине дәрігерлерді шақырамыз, олар келем дегенше біз алғашқы көмек көрсетуіміз керек қой. Соны туралы қазір өзіміз жазамыз, яғни біліп дәптерімізге жазамыз. Интернет қолдануға болады, телефон, иә? 3 минутқа. Қандай алғашқы көмекті қалай көрсетуге болады? Кім айтады? Алихан. Алғашқы көмекті оны ең біріншіден тыныштық сақтауы, яғни мысалға қимылдарды шектетуге болады. Қимылдар шектету керек. Яғни ол егер көп қимылдаса, сол сынған жер одан саған зақым келеді. Келесі тағы аян. Одан кейін сынған жерді бекіту керек, яғни ол сынған жер қозғалмайтындай етіп, оны матамен немесе бинтпен орауға болады. Аха, тағы Айша. Сол сынған жер ісіп кетуі мүмкін, сондықтан оған не суық суға салу керек, немесе мұз басу керек. Және оны таза ішіп керек те, сол қан кетіп жатқан жерді үстін жауып қою керек. Өйткені не шаң толдан микроб түспеу үшін, не? Тағы Алихан. Егер мүмкіндік болып жатса, кәсіби көмекке немесе дәрігердің көмегіне Міндетті бірінші көмек, иә бұл? Айзере. Және де ауырсынуды басуға тырысып, ауырсынуды басатын дәрілерді ішу. Жарайсың, тағы Сұңғар. Егер жағаға суық су немесе мұз басу керек. Бірақ қатты баспау да қажет. Иә, қатты ол күш салмау керек, иә, басқа немесе. Дұрыс. Айша. және дәрігердің рұқсатынсыз сол сынған немесе саусақты оны өз-өзімен жөндеуге болмайды. Иә, міндетті түрде дәрігерді күту керек, иә. Ары қарай өзін ем-дом жасап кетпеу керек. Дұрыс. Жалпы түсінікті ғой, иә. Ал егер жинаған ақшаларын айтып өтіңдер, және мен соны ұпайға ауыстырамыз. Айтыңдар. Мен 1000 теңге. 1000 теңге. Яғни мен 10 балға ауыстырамыз, иә, 1000 теңге. Тағы Айзере. Мен 900 теңге жинадым. 900 теңге. 9 балл. 9 балл беремін. 900 теңге Сұңғар. Мен 900 теңге жинадым. 900 теңге. Мади. 800 теңге жинадым. 800 теңге. 900 теңге жинады. 700 теңге. 700 теңге. 900 теңге. 700 теңге. 500 теңге. 700. 600 теңге. Яғни осы жинаған ұпайларыңызды маған келіп қазір. Нетесіздер, мен сіздерге ұпайға ауыстырамыз. Енді келесі бүгінгі сабақты кері байланыс берейік. Яғни 3Q әдісі арқылы, яғни бүгінгі сабақта не қызық болды, не құнды болды, және не қиын болған жері. Болған ол топпен жұмыс істегені, яғни біз адамның қаңқасын құрастырдық. Ал құнды болған зат ол адамның қаңқасы сынған кезде ең алғашқы көмек көрсету кезі еді. Келесі Айша, саған қиын болды ма, құнды болған жері? Маған өте қызықты, ол бүгін орындаған тапсырмалар болды. Яғни топпен жұмыс, жеке жұмыс, олар өте қызықты болды. Ал құнды мен адам қаңқасы неден тұратынын білдім. Және маған ешқандай қиыншылықтар тудырған жоқ. Бүгінгі сабақта құнды болғаны, мен өзім денемдегі қаңқаммен таныстым. Сол өте құнды болды.
Бұл адамның қаңқасын, яғни өзіміздің қаңқамызды осы суретке бейнелеп, осы суретті құрастырғанымыз. Ал құнды болғаны ол деген өзімнің денемдегі қаңқаларды біліп, оның жалпақ ұзын қысқа екенін түсіндім. Қиын болған, иә, мақсатымызға жеттік деп ойлаймын, иә. Бүгінгі біздің мақсатымыз тағы бір еске түсіру, негізгі қаңқаларды, бөлімдерін білу және сүйектерді ажырата білу. Бүгінгі тақырыбымыз. Яғни біз осы мақсатқа жеттік деп ойлаймын. Сау болыңыздар, рахмет.